видеоның тақырыбы менімен бірге бір күн деп аталады. Ең алдымен мен сағат 8:30-да және 9:30-да тұрамын. Және киімді ауыстырып, ең алдымен төсек жинауға кірісемін. Және мен бүгін таңғы жаттығу жасамай, негізі таңғы жаттығу жасаған жөн. Содан кейін ең алдымен далаға шығамын. Далада менің күшігім күтіп тұрады. Өздеріңіз білетіндей, менде 2 күшік, 1 ит бар. Кімге күшік ұнайды, комментарийға жазып кетіңіздер. Менің ойымша өте күшіктер сүйкімді көрінеді және өте қылықтары тәтті. Содан кейін жуынуға барамын. Содан таңғы асқа әртүрлі йогурттар жеймін. Олар өте тойымды және өте дәмді. Және сироптарды жеймін. Негізі мен сағат қазір 2-ден 34 кетті. Мен негізі сағат 2:28-де шыққан болатынмын ғой. Сөйтіп масканы ұмытып кетіппін да, мектепке маскасы кіріп дейді ғой. Масканы ұмытып кетіппін. Сосын масканы алу үшін қайта неге барып қайтадан жолға шықтым. Мектепке бара жатырмын. В общем, сау бол. Мектепке бара жатырмын. Әдетте школьный форма кидім. Прям өзіме ұнады. Бүгінгі лугым деймін. Жарайды. Бүгін дала бізде. Вот. Жаңбырлы болып тұр. Жаңбыр жауып тұр бізге. Қатты кішкене суықтау болып тұр, бірақ тоңған жоқпын. Вот біз қазір сіздермен бірге мектепке келдік. Қазір мен кішкене қобалжып алып тұрмын, қазір мен өлең айтамын. Жақтым, ауа райы бұзылып кетті, бағана жаңбырлы болып кішкене жылып тұрған. Қазір дала суық, қар жауып жатыр, майдалап. Сіздерге дұрыс көрінбейді. Мен айтып, кстати, өлеңімді нормально айттым, бірақ ең соңында келгенде чуть-чуть жатасып кеттім, но нормально айттым. Имасын айтылдым. Енді ол өлең жақсылап жетуім керек, себебі тағы да бір күн айтатын боламын. Бұл дайындық емес, ешқандай, бұл видеоға түсірді бізді. Вот. Жолыңыздар. Незер болады, мен келе жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай бізде кішігірім қар жауып жатыр. Бірақ аяқтарым бәрі қар болып, бірақ сіздерге дұрыс көрінбейді. Вот. Үйге қайтып бара жатырмын. Үйге барағам. Ойбай. Кішкене тоңып кеттім, но қатты емес. Сосын сіздерге айта кетейін, мен 7-ші сыныптар ешқандай оқымайды, дистанционный оқиды. Тек бүгін мен бір нәрсеге қатысатын болғандықтан қана солай болып тұр. Сіздер өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, бізде қар жауып жатыр. Вот. Мен курткаларым барлық жерлеріне қар тамап, кішігірім бұршақ па білмеймін, қардың айтысындай. Үйге келетім. Вот мен үйге келдім. Кішігірім қорқол осындай 3 қор. Қара, жаңа пішен мен Таңшолпаннан 450 алдым. Осындай бараники. Осындай печенье. Кім қор жақсы көреді? Мен қазір сабағымды оқиын деп жатырмын. Бізде қар жауып жатыр. Барлықтарыңызға қайтадан сәлем. Қазір сағат 7:40 кетті. Мен бағанадан бері өзімнің сабақтарымды оқып, ертеңгі сабақтарға кішігірім дайындық жасап отырғам және сториста түсіріп салдым инстаграмға. Мен инстаграмға жазыла кетіңіздер. Егер білмесеңіздер, мен қалдырып кетемін. Аты жөнін сол, жалпы сол, в общем. И, кстати, 7-ші сыныптар сәуірден бастап барады екен. Бірақ оған мен қуанышты болдым. Bir жағынан себебі мектепте жақсы емес, балалармен көңіл көтеріп қайтамыз, күліп ойнап дегенде, в общем, жақсы түсінесің. Bir жағынан қуандым. Вот, бір жағынан да қуандым. В общем, сол. И
бұл 2 күндік влог болады, кстати. Себебі мен алдыңғы жолы мен естеріңізде болса, мен влог түсірген болатын 1 апталықты деп бірінші күнін ғана, сосын атын өзгертуге тура келді. Бірақ бұл соның жалғасы. Мынау 2 және 3 күндері ертең де влогты түсіріп толықтай мен көп түсіретін боламын. Яғни, общем, сондай қылып түсірейін деп жатырмын. Ұзақ көп видеоларды. Сол жалпы қазір енді барлықтарыңызға қайырлы түн. Қазір бетіме ұйқы жасайын деп жатырмын, бірақ оны көрсете алмайын. Сау болыңыздар. Қазір қатты шаршап тұрмын. Отырсайын ба білмей тұрмын, білмеймін. Енді шаршап отырмын. Достар, сосын осындай Максича деген чай алып келді, құлпынай. Достар, вот қазір сағат бізде 10:30 болды. Біз әлі алда жүрміз. Достар, бізде қар жауып жатыр. Жалпы көріп тұрғандай, бүгін ана томпақмен 2 күшігім жүр ойнап. Вот. Бүгін қалың қар жауып тұр ғой. Достар, барлықтарыңызға сәлем, және де қазір уже сағат 12, әрине. Қазір мен моншаға барамын. Иә. Қазір сағат, яғни бүгін 25 февраль. Вот. Қазір содан кейін сабақтарымды оқысам керек. Кстати, мен бір неге қатысып жатырмын, сондықтан мен видео түсірдім, және сол видеоның кішігірім сіздерге жарты бөлігін ғана көрсетейін, қалғанын сосын көрсететін боламын. Окей? Мен моншадан келгенше кездесеміз. Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Достар, мен қазір моншаға барайын деп жатырмын. Осы сумканы ұстай саламын. Ішіне не салғанды көрсетейін. Осындай чистая линия, бұл новый, өте жақсы чистая линия, иісі прям күшті, сіздер ести алмайсыздар, өкінішке орай. Және машалк қыздар, сосын осындай қызыл орамал және мен киімдерім. Болды, моншаға барып келдім. Шаштарым уже андай не ғой, не түсірмей жатыр да. Қатты болып тұр, ана дала өте суық, бүгін бізде қар жауған, сол сіздерге түсіре алмадым, себебі бірақ телефоным әлі толмаған. Қазір тамақ ішетін боламын, және кішігірім мини печенье алып келдім, қазір сіздерге көрсетейін. Келіп келдік. Мана блокнотын авторға көреміз. Күшті. Мынандай бұрында ойнайтынмын ғой. Достар, қазір мен мына жаққа келдім. Өзіме бірдеңе алайын деп келдім. Сол, общем. Күшті заттар. Тегіп кеткен сияқты. Алдыңғы жолы мен бірдеңе алғам, Невиянікі. Кажется, солардың барлықтары бітіп қалған сияқты ма? Вот. Сен барайын, видеоға түсіріп. Келіп осындай төрті боржоми, чай саванна, және осындай коржиктар, дәмді, 2 май, сосын тағы бірдеңе, сосын тұз, сосын разохритель, осындай уголь алдым өзіме, және осындай ұн. Достар, барлықтарыңызға қайтадан сәлем, және де бағана мен сіздерге айтатын едім, негізі көп барған кезде, то есть Тянь-Шаньға бара жатқан кезде айтайын деп ойлағам, но біз аяқ астынан бардық та, содан кейін сіздерге айта алмай қалдым. Бірақ видеоға түсірдім, өздеріңіз көргендей, осы видеода ең алғашқы ұзақ блог болайын деп тұр, және сол осы кезде кішкене упаковкалар көп болды, 2 мини және бір үлкендеу, бағана көргендеріңіздей. Бағанағы уголь дегенім, ол уголь емес, ол маска, скраб деп айтса, бірақ ол скраб болса да бетті жақсы сылайды, бірақ оны мен алып көрмегенмін өмірі. Енді қолданатын боламын жалпы. Ондай негізі ешқашан көрмеппін. Вот, жақында көрген кезде реакциясын айтамын осы влогта, немесе келесі влогта. Осындай влогта түсіруді жөн көрдім. Және қазір мама бағана біз айтпақшы, сіздерге айт жалғастырып өтетін. Боржоми, сосын тағы немене еді? Тағы көрдіңіздер ғой бәріне алғандарыңызды. Осындай заттар алдық. Сосын сіздерге айта кетейін, маған чистая линиянікі бар ғой. Чистая линияның шампуны маған қатты ұнады. Және сіздерге де кеңес бере аламын. Яғни маған жақты, яғни мен шашыма жақты. Бірақ сіздерге білмеймін енді. Ол новый түрі сияқты, новый деп жазылып тұр, және иісі өте керемет болды. Сіздерге де кеңес бере аламын. Сол бүгін өзіме қуанып отырмын. Және бүгін өзіме бір маска алдым. Бір видео түсірдім, және күшті стористар түсіріп жүрмін. Соған не ретінде, және бір күшті блокнот көріп кеттім. Және күшті бір бетке маска көріп кеттім. Соны алайын деп отырмын. Сол енді прям алам деп айта алмаймын, но бір аптадан кейін алатын боламын. Себебі мен әр бір апта сайын деп айтпай қояйын, кейбір кезде 2 апта сайын, бір апта сайын, общем, өзіме күшті тұрам. Сол кезде вот
анау қатты ұнағандықтан оны да алдым. Бағанағы көрдіңіздер ғой, маған ұнап тұр. Тем более андай ыдысты басқа жерге постоянно андай крем сияқты нелер алатын ғой. Мынандайды көрмеппін, интернеттен көргем, бірақ та жағып көрмеппін. Жасыл түсті дейді. Тем более мен қара түсті деп ойладым. Көреміз, қолданып енді эффектін содан кейін айтатын боламын. Для углей деп тұр ма, сонда бірдеңе деп тұр. Әйтеуір. Бірақ оны күнде қолданбаймын, аптасына ғана қолданамын соны. Бірақ мен бұрын алдыңғы жылы мен скраб алғанмын. Сол скраб мен күнде бетімді таңертең жуатынмын ғой. Оказывается, скрабты 2 апта сайын ғана жағады екен. Білмегенмін ғой сенің. Мама айтпақшы, не пісіріп жатыр? Ұнын алып келді ғой, соған не пісіріп жатыр? Не еді? Жаңғақ пісіріп жатыр. Ой, жаңғақ пафли. Как көрсем, дәмді шығады деген ойдамын. Бірақ маманың тағамдары дәмді. Сол. И қазір сабақтарымды істеп тастадым, кстати. Сабақтарымды кеше онлайн орындап қойғанмын ғой. Барлығын жақсылап түнде айттым ғой, кеше мен сіздерге дайындалып жатырмын деп, сол оқып кішкене жарты сабақты оқып қойған. Себебі ертең бүгін мен не бітірдім айтайын ба? Бүгін мен моншаға бардым. Тоже менің пландарым бірі болған. Содан кейін өзім блокнотым бәрі білесіздер ғой, күнделік жазып отырамын. Және 30 минут алда жүру, оны точно орындалдым. Және негізі Тянь-Шаньға барамын жазбаған болатынмын, бірақ енді Тянь-Шаньға да барып келдім. Өзіме маска да алдым, сабақтарымды да орындадым, видеоны да түсірдім. Бүгінгі пландарым орындалды. Және тек кешке таман жаттығу жасау керек, бірақ оны мен сіздерге көрсете алмаймын. Сау болыңыздар. Дейтін қалжың айтамын. Қазір жаңғақтар пысқанда, жаңғақтар бафли пысқанда, яғни сіздерге көрсететін боламын, реакция барлығы. Осымен сол. Мен арнамды тіркеп кеттім, потому что бұндай влог менде бірінші рет болып тұр. Ешқашан бұндай ұзақ влог түсірген жоқ. 10 минут болсын, мен үшін ұзақ. Осылай қысып тұрады екен да, сосын пісірады екен. Мен өзім бірінші істеп отырмын. Қамырын мама вот істеді. Сосын осылай қыссақ, осылай пісіреді екен. Вот, біз қазір далаға шықтық. Күшті болып тұр дала, ауа райы. Қап-қараңғы далада. Көрінбейді ештеңе. Телефонын айбай.